Бейсен қала ішіндегі бір нан шығаратын зауыттың жұмысшысы. Жұмысын тиянақты әрі ұқыпты істейтін ол қашанда өз ісіне үлкен жауапкершілікпен қарап, не де болса табысының адалынан болғанын қалайтын. Зауыттан ең кеш шығатын да сол. Зауыттағы нан салатын үлкен пештің іші ара-кідік тазаланып тұрушы еді. Оны да көбіне Бейсен атқаратын. Айт мерекесінің соңғы күні. Ертесі күні нан шығарылуы керек. Бейсен тазалық жасап қайту үшін зауытқа барды. Ішке кіріп сыртқы есікті жапты. Жарықты қосты да пештің қақпағын ашып ішке кірді. Әдет бойынша таңғы 4-ке жақын бірде-екілі жұмысшылар да келе бастайтын. Келе сала тоқпен істейтін пештің түймелерін басатын. Сөйтіп олар қамырды илеп әзірлегенше пеште қызып дап-дайын тұрушы еді. Бейсен тазалыққа беріліп кетті. Дәл сол кезде зауыттың жас жұмысшыларының бірі Шыңғыс зауытқа қайта соқты. Сыртқы есікті ашқанда таң қалды. Ой, сұмдық, іштегі жарықты сөндіруді біреу ұмытып кеткен-ау шамасы, деп ойлаған ол барып ашық тұрған пештің есігін қолымен сәл итере салды. Шығып бара жатып жарықты сөндіріп кетуді де ұмытқан жоқ. Жарық сөнгенде Бейсен бірден пештің есігіне ұмтылды. Бірақ қайдан? Пештің қақпағы сырттан кілттеніп қалған болатын. Бар күшін сала айқайға басты. Пештің есігін ұрғылады. Бірақ қанша тепкілеп тоқпақтағанымен даусының сыртқа естілуі мүмкін емес еді. Сырттан да тырс еткен пенде болмады. Төбе шашы тік тұрды, жүрегі аузына тығылып, аласұра бастады. Біршама уақыт өз-өзіне келе алмады. Демі аздап басылғанда сағатына қарады. Сағат түнгі 11-ден 5 минут кетіпті. Шамамен пешті қыздыруға 5 сағаттай уақыт қалыпты. Жағы қусырылып, бірдемде-ақ өліммен бетпе-бет келгенде болды. Қатты үрейге берілгені сонша көз алдына қорқынышты елестер келді. Алдымен денесін тер басады, артынша қиналып демі жиілей берді. Пеш қызуымен қоса дене қызуы да бірте-бірте арта түскен сайын арта түседі. Денесіндегі майлардың барлығы ағып, еттері де тұрған бойы қызара бастамақ. Мүмкін бұлардың бәрі басталмай жатып-ақ жүрегі тоқтап қалар. Мүмкін сол сәтте жынданып кетер, жынданып тұрып ескете айғайлап күлетін шығар. Әй, кім біледі, мүмкін соның өзі де тәуір шығар, жынданып кетсе, мынадай жанын жеген азапты ойлардан бірден арылар еді-ау. Ойын пештен күнделікті пісіп шығатын ып-ыстық нандар оралды. Сондағы ыстықты айтсайшы, ыстық өтпей жатып қолын тартып ала қоятын. Осы жолы сол нандардың орнында енді өзі пісетін болды. Бірнеше күн бұрын жұмысшылардың қарны ашып кішкене ғана қазанға тамақ жасаған еді. Бір уақытта байқамай әлгі қазанның қып-қызыл төбіне жалаң қолының тиіп кетпесі бар ма? Қарақошқылдан бірден ісініп, ішіне су толып шыға келгені. Сонда бар болған екі ақ саусағы күйіпті. Соның өзіне шыдай алмай ойбайлаған күйі қолын суға малып еді. Ал енді екі саусағы ғана емес, бүкіл денесі тырысып-бүрісіп күйіп жанбақ. Көз алдына кинолардағы жанған адамдар елестеді. Өз жойы алды олардан да қиынды. Өйткені бұл бірден жанып кету емес, бірте-бірте сезіне-сезіне, терлеп-тепшіп, жындана айғайлап. Пештің іші сый бастағанда дегбірі қашты. Құйқа тамыры шымырлап кетті. Жоқ, әлде есікті жапқан кісі пешті де қосып кетті ме екен? Мына ыстықтың бара-бара артқан нес? Ой тоба, күткен сәт қалай тез келді? Сағатына қарады. Сағат түнгі 1. Ой, сұмдық, 2 сағат қалай тез өтті? Уақыт тура су секілді. Өміріңде бір су секілді екен ғой, деді іштей. Қолмен қабырғалар ұстап көрді. Жоға, денесінің ысығаны болмаса, пеш әлі суық екен. Біраз ес жиды. Үйін ойлады, әйел есіне түсті. Әйел мен баласы елегізіп уайымдай бастаған болу керек. Үйден шығып бара жатып, неге ғана шеке бастырысып әйеліне ұрысты екен? Өмірлік жолдасын сыйлап кішкене сыпайылау болса қайтеді? Баласы ше, оны да ұрғаны жөн болмады. О дүниеге барғанда олар үшін де Аллах алдында өзі жауап береді емес пе? Шіркін, ана бір жылдары әйелінің айтқанын тыңдай салу керек еді. Әйел оған, келсеші екеуміз бірге намазға бастайық деген еді. Бейсен оған, біраз қартаяйық та деп қиқарлана жүрет жауап қатқан. Кейін бүкіл бұл өмірдің емес қарттықтың ғана есебін беретіндей. Пеш тазалауға келе жатып неге ғана мешітке бас сұқпады? Азаншы жүрек түкпіріне шыққан әуезді даусымен жұртты түнгі намазға шақырып, Аллах тағаланың ұлылығына бас июге, соның алдында құлшылық етуге шақырып жатпап па еді? Тіпті болмағанда өлер алдындағы соңғы намазын оқып кетер еді. Мүмкін сол соңғы намазын Аллах қабыл алып, басқа намаздардың есебін кешірмеді. Қап ақымақ басмай деп басын төмпештеді. Әйтпесе намаз оққан адам қандай жақсы десейші, қай намазын оқса да оның соңғы оққан намазы болып есептелмей ме? Құдайдың алдына маңдайы сәждеге тиіп барады ғой. Негізі өзі де іште қатты қалаушы еді. Бірақ қанша қалағанмен бір бітпейтін күйбең тіршілік оған шар бермегенді. Ал баласы ше? Баласы 7 жаста. Баласының тамағы мен киіміне қанша мән беріп шаң жуытпағанымен, оның теледидардан не бір сойқандар мен арсыздықтарды көргеніне еш тыйым салып көрмепті.
одан да оған Аллах пен пайғамбардың кім екенін үйретсеші. Ойына бірден өз балалық шағы оралды. Әр күні өзі көз алдына елестеп кеткендей болды. Бірақ қайсыбірін еске алмасын, ол күндерден қатты өкінетін күнәлар мен жиіркенішті қылықтар ғана қалыпты. Бар істеген күнәлары бүге-шүгесіне дейін есіне түсті. Демек осының бәрі үшін Аллах алдында жауапқа тартылатыны сөзсіз еді. Осы сәт есіне бір нәрсе сап ете қалды. Атасы дәрет алатын су жоқта таза топыраққа тайаммум соғып намаз оқуға болады деуші еді. Бұл да сөйтті. Пеш ішіндегі таза тозаңмен дәретін алып, тайаммум соғып намазға тұрды. Бәрі әбден шегіне жетіп үзілер шақта басқа кімге жалбарынсын. Негізі бар намазда өзін солай сезінуі керек еді. Өзін өмірінде тұңғыш рет жаратушымен тілдесіп тұрғандай сезінді. Бүкіл әлем атаулының жаратушысына шын көңілмен шүкіршілік айтуды, бір ғана содан жәрдем тілеп, бір ғана соған арқа сүйеу керектігін, дұрыс адам болуды бар жан-тәнімен сезінді. Шын ынта-ықыласымен сәждеге бас қойды. Түптің түбінде бәрібір сол Құдай жаққа баратындығын естен шығармауы керек еді. Шаршаған сайын отырып тәубе қылды. Құдіретті шексіз Аллах тағаладан кешірім тіледі. Тағдырдың талай мен тар жерге талай таңылып қалды десеші. Пеш ішінде отырғандығы есіне түскен сайын денесін тер жуып өтті. Шыңғыс үйіне келе сала жастыққа бас қойды. Түн ортасы шошып оянды. Сағатқа қарады. Сағат 3:15. Түс көрді. Не деген қорқынышты түс десеші. Түсінде Бейсенді лаулаған от шағында көрді. Мүмкін емес, пештің есігін жапқан кезде ішінде Бейсен қалып қойған жоқ па? Кене сала дереу көшеге жүгіре шықты. Екі өкпесін қолына ала тоқтамасан жан ұшыра жетті. Түнгі жұмысшылар әлі келе қоймаған кез. Есікті ашты, жарықты қосты. Бірден пештің есігіне жармасып ішке дауыстады. Бейсен! Іштен ешқандай дауыс естілер емес. Бірнеше рет тағы да айғайлады. Бейсен болса жылай-жылай екі көзі бұлаудай болып намаз оқып жатыр. Намазға беріліп тұңғы ұйықтап кеткені сонша тосыннан аталған кезде селк ете қалды. Мүмкін емес, құлағы шалс естіген болу керек сірә. Ой қиялдың әсері шығар. Бірақ дауыс тағы да естілді. Біреу Бейсен деп шақыруын қояр емес. Пештің ішіндегі жарық та іске қосылды. Намазын аяқтап сәлем берген соң пештің есігіне қарай жүгірді. Пештің есігін үңіліп тұрған Шыңғысты көрді. Іштен шықты. Өз көзіне өзі сенбеген Шыңғыс тұрған орнында қатты да қалды. Әлі сілейіп тұр. Қатты қорқан Шыңғыстың тілі сен кімсің деуге ғана келді. Бейсеннің Шыңғысты құшақтамақ болған қолдары ауа қармап бос қалды. Бейсен әлі еңіреп тұр. Даусында өксік басым. Кімсің дегенес, көрмей тұрсың ба? Бейсенмін ғой. Кеше кешкісін пешті тазаламақ болып ішке кірген едім. Біреу сыртымнан пештің есігін жауып кетті, деді. Шыңғыс болса, мүмкін емес, деді, Бейсеннен көз алмаған күйі. Сен Бейсен емессің. Бейсен алғашында Шыңғыстың бұл қылығынан не дерін білмеді. Күнде бірге жұмыс істейтін досының өзін танымаған несі? Есіне әлдене түсті. Жүгіріп барып айнаға қарады. Жоқ, мынадай түрмен, мынадай шашты өзінікі деп қалай айта алады? Бүрісіп қалған қолдарын солып кеткен жүзімен аппақ болып қуарып кеткен шаштарын апара берді. Бір түнде қалай қартайып кеткен. Өкірген күйі бетін басты. Айнаға қайтып қарауға жүрегі дауаламады. Өйткені түрі кісі шошырлақ еді.